Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен 30 минутта аз ғана еттен дайындалатын лағман әзірлейміз. Видеоны толығымен соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Біздің лағманымызға ет қажет, және де сладкий перец, пияз дайындаймыз. Алдымен осыларды дайындап алайық. Бізге етімізді фаршқа айналдыру қажет. Етті сақтап турап аламыз, оны мясорубкамен немесе блендерға салып фаршқа айналдырсаңыздар болады. Немесе екеуі де жоқ болған жағдайда ұсақтап қолмен ұсақ-ұсақ қылып турап алсаңыздар болады. Одан кейін біз көкөністерімізді дайындап аламыз. Пиязымызды және де перецімізді жақсылап ұсақтап турап аламыз. Сіздер пияздың және перецтің көлемін қалауларынша қоссаңыздар болады. Не көбейтесіздер, не азайтып, және де қалған көлемде турасаңыздар болады. Міне біз барлығын дайындап болдық. Келесі кезек біз табаны отқа қойып, майын құямыз. Әрі қарай табаға фаршымызды саламыз. Ол бірігіп қалмау үшін үстін қасықпен басып ажыратамыз. Фаршымызды жақсылап қуырып аламыз. Оның өзінің сөйлеп біткенше бір өзі тұрып жақсылап қуырылуы қажет. Қуырылып жатқан фаршымыздың үстіне дайындалып қойған пиязымызды салып жақсылап қуырамыз. Дәміне байланысты тұзын және де бұршын қосып аластырамыз. Пиязымыз әбден жұмсарып, піскенше қуырып аламыз. Әрі қарай дайындап қойған перцімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. 2 ас қасық томат пастасын салып, біркелкі болғанша араластырып қуырамыз. Жақсылап қуырылып болған фаршымыздың үстіне суымызды қосамыз. Су сіз қосатын макаронның көлеміне байланысты болуы қажет. Суымыз қайнағаннан кейін астын баяу отқа қойып 15-20 минут қайнатамыз. Қайнап тұрған сорпамыздың дәмін көреміз. Тұзын бұрышын тексеріп, өз дәмдеріңізге қарай қосуларыңызға болады. Дайындап қойған лапшамызды сорпаға саламыз. Менде 2 үлкен адамға және 1 кішкентай балаға арналған көлем болды. Сіздер өздеріңіздің қалауларынша қалаған көлемде қоссаңыздар болады. Лапшамыз бірін-біріне бірігіп қалмау үшін қайта-қайта араластырамыз. Және де суын тексереміз. Егер суы аз болса, суын қосып, тағы да тұзын бұрышын тексеріп, қақпағын жауып, дайын болғанша қайнатамыз. Біздің тез әрі оңай дайындалатын лағманымыз дайын. Жеке-жеке ыдыстарға салып, үстін укроппен немесе өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Сіздерге ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды және видеоның соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Әрбір қолдауларыңызға рахмет.